Сәлем оқырмандарым, сіздермен бір жайтпен бөлісіп қойғым келеді. Маған психолог ретінде көптеген қыздар, келіншектер келеді. Көбіне қандай запроспен келеді? Олардың барлығының айтаты: ақшам жоқ, қарызға кіріп кеттім, қарыздан шыға алмай жатырмын, не істерін білмей жүрмін деген сияқты бағытта келеді. Ал енді соның бәрін қарап етіп разбор жасап қарап отырсақ, неге сен кредитке кіріп кеттің, не жағдай болды деп қарайтын болсақ, ақшаның барлығы да былай қарап отырсаң тек қана бір материалдық керек емес нәрселерге кетіп жатыр. Әсіресе соның ішінде қарап отырсақ, әйел адамдарына киімді өте көп алады екен. Былайша айтқанда ол тряпкаға кетіп жатыр деген сөз да. Енді айтам ғой мен, саған мысалы мына көйлекті алдың, осылардың барлығы да саған керек пе еді? Әсіресе қыздар, келіншектер тойға барған кезде бір тойға барған көйлегін екінші тойға кимеймін деген принцип бар екен. Яғни мен ерекше болуым керек, мен жұрттан артық болуым керекпін, менің кигенімді ешкім кимеу керек деген сияқты ұғымда сондай оймен жүреді екен. Ал енді қарап отырсаңыздар, мен ерекше боламын деген сіздердің ойларыңыз қазір ерекше балдарды көбейтіп жатыр. Сіз қаншалықты жұрттан ерекше болғыңыз келеді, жер бетіне соншалықты ерекше балдар келе береді. Себебі адамның өзгеден ерекше боламын деуі, біреуден асып түсемін деуі, бұл адамның тәкаппарлығы. Өзіміздің кәдімгі дінмен айтқан кезде бұл адамдағы тәкаппарлықты білдіреді. Әрине, тәкаппарды Тәңір сүймейді деген бар қазақта. Сондықтан да біз үстіміздегі киімімізбен, алған дүниемізбен ешкімнен де артық бола алмаймыз. Жалпы жұрттан артық болу деген сөз, ол сіздегі сау емес сананы білдіреді. Адамның барлығы да бірдей. Құдай барлық адамды бірдей қылып жаратты. Біз соны түсінуіміз керекпіз. Ешкім ешкімнен артық емес. Абай атам айтқандай, адам адамнан тек қана білімімен, ақылымен, арымен ғана артық бола алады. Ал киіммен, тряпкамен, жаңағы бетіңді неше түрлі бояумен бояп, ешкім де артық бола алмайды. Ал сіздің ерекше болам деген ойыңыз тек қана мына әлемге ерекше балдар тарта береді. Қазір қарап отырсаңыз, әрбір отбасында бір ерекше баладан бар. Тіпті соңғы кездері 2 баладан келіп жатыр. Сондықтан да барлық уақытта басымыздағы ойымызға ие болайық. Әрбір басымыздағы ойдан біздің өмірімізде із қалады. Міне, ерекше болам деген ойыңыздан қалып атқан із, сол мына өмірге кілең ерекше балдар келіп жатыр. Сондықтан да барлық уақытта да ойымызға сақ болайық.